ханым дейді, дегісі келді дейді. Дағы қырғызша сөйлеп жіберіңіз дейді. Өлгенше ешек жаңылбайды, ошондуктан аңгылдайды, бакырганы болбосо байкуштан акыл табылбайт дейт. Түсімде бала емізіп жатырмын. Екі түрлі жорылат. Тұрмыс құрған болса, баласы барған болса, басқаша жорылат. Тұрмыс құрмаған болса, басқаша жорылат. Аға, 2 рет операция болдым дейді. Құран оқытып жіберсем деп едім дейді. Жақсы. Сон Құран операция болмай тұрып тоқта берші. Обязательно операция болып, содан өлмей қалып барып операция мал сою керек па не? Жасай бер алдында, айысмыр, жағдайын келсе жасай бер алдында. Обязательно операция болып, обязательно банкрот болып, обязательно өлген бабушка келіп, өлген бабушкан келіп, қылқандырып деген кезде ойбай молда демей, жасай бер алдында ала. Бабушка келтірмей-ақ, бабушканы күттірмей-ақ. Зачем бабушканы күтесің? Зачем операция күтесің? Операция күтпей-ақ жасай бер. Бірақ қойды басынан айландырып, айландырып, ауру, операция, чорт, бәленің бәрі кетсін осы қоймен деп, қой бауыздалып атқа қойға сәлем айтып жіберіп ана дүниеге. Жоқ, болмайды. Қой айтып барамайды ол. Сен проблеманы шешемейді қой. Бірақ садақасы бар. Ас-садақату таруддул бала ва тузиддул умра. Одан кейін барып садақа бәлені қайтарады, өмірді ұзын қылады. Бірақ сол етін кім жейді, әңгіме сода. Мал сойып жібересің деп, өзің сияқты подружкаларың келіп алып, ет жеп бәрі күшті, одан не пайда бар? Жағдайы жоқтарға бер. Анау медреседе оқып жатқан балаларға бер. Құран жаттап жатқан балаларға бер. Бәрі дәретпен, 24 сағат дәретпен сен Құран оқып саған дұға қылады. Ең жақсы сол. Атасың Молдекеңе айт, походу некеміз қиясаңыз десең, Молдекен қиысылады. ЗАГСтың куәлігін алып алыңдар. Молда қиып береді. Или үйге шақыр, үйден қиып береді. Кішкене расход көбірек болады. Тамақ жейді үйіңде. Бүгін мешітте жолымды шықтауға келсем бола ма? Болады. Ауруханада жатырмын дейді. Бір дұға жасап қойыңыз, өтініш дейді. Алла шипа бер. Бейте бір тістек бересің. Өз көрінеді өзі. Күйеуің ай деп қаша берген кезде, кеп қапты ғой дейсің. Сен әлі ондай емессің. Аға, сіз нешінші жылғы істейді? Қыздардың менен имамдардың жасын сұрамайды. Сафар айы туралы айтасыз ба? Сафар айынан біздікілер қорқады, сафар айына үйленуге болмайды, сафар айына сапар шығып кетеді деп жоқ, ондай сөз жоқ. Менің жасымды сұрап, менің өмірімді сұрай бастағанда уже эфирді осымен тоқтату керек деген сөз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, жақсыда болыңыздар. Қатты керек болып жатса, Алисадан сұрасаң айтып береді. Сау болыңыздар, Алла.